10 сынып дүние жүзі тарихы пәні 11 сабақ. Сабақтың тақырыбы Африка, Америка, Австралия және Океанияның дәстүрлі өркениеті. Сабақтың мақсаты шаруашылық қызмет пен өркениеттік даму арасындағы байланысты талдайды. Жетістік критерийлері: Америка, Африка, Австралия өркениетін зерттейді. Аймақтардың өркениет өзгерістерін салыстырады. Европалықтар оңтүстік Африкаға келе бастаған 17-ші ғасырдың ортасында байырғы халықтары тас дәуіріндегі секілді жағдайда өмір сүрген. Жергілікті тұрғындар отарлаушыларды аса жақтыра қойған жоқ. Өйткені оларда өз аймақтарында тіршілік еткендердің барлығына бәрі ортақ, тиесілі деген түсінік қалыптасқан. Сол себепті олар жабайы жануарларға да қараусыз қалса, көшпелілердің малдарына да шабуыл жасаған. Осыған орай бушмендер африкалық көшпелілермен де өздерінің жеріне қоныстанған отаршылармен де сыйласа алмады. Мұндай қатынасқа төзбеген отаршылар бушмендерге қарсы аяусыз соғыс ашып, оларды біртіндеп жоя бастады. Олар қарсылық көрсеткісі келгенімен, шамалары жетпей, аяусыз қырғынға ұшырады. Осы қырғынның нәтижесінде миллиондаған халықтан кейбір деректер бойынша 100 немесе 50 мың, тіпті 7 мыңға дейін адам ғана қалған. Маялықтар Африкада жазба ескерткіштерін қалдырған жалғыз ғана халық. Маялықтар орталық Америкадағы Юкатан түбегін мекендеген және өздерінің жазуымен, өнерімен, сәулетімен, математика және астрономиясымен белгілі. Майя елінде кен орындары кездеспегендіктен металлургия өндірісі болмады. Негізгі өндірістері жер өңдеу болды. Орманды тазалауда тасбалта қолданды. Маялықтар аңшылықпен әрі балық аулаумен шұғылданды. Үй жануарларын өсірген жоқ.
маялықтар мен көршілес халықтар арасындағы айырбас сауда қызу жүрді. Мексика, Панама, Колумбия және Перуден оларға қарулар, өнер бұйымдары, әшекейлер, қымбат тастар, металдан жасалған бұйымдар әкелінді. Майя өркениеті 20-ға жуық мемлекетті қамтыды. Қала мемлекетінің жоғарғы билеушісі ұлы адам деп аталды. Оның билігі шексіз болды және мұрагерлікке қалып отырды. Инктер мемлекеті. Бұл оңтүстік Американың батыс жағалауын бойлай мыңдаған шақырым аралықта Инктер империясы созылып жатыр. Аңыз бойынша оның негізін салғандар күннің балалары. Олар адамдарға жер өңдеу мен қолөнерді үйрету үшін, әрі олардың өмірін бақытты ету үшін жерге түскен. Мемлекет билеушілері бағынышты тайпаларға билігін арттыру әрі олардың көтерілістерінің алдын алу үшін инктердің үстемдігін қорғайтын заң шығарды. Инктер мемлекеттегі барлық адамдардың бір тілде, кечуа тілінде сөйлеуге міндеттеді. Ацтектер 15 ғасырдың басында олардың әскери қуаты артты. 1428 жылы көсемнің басқаруымен көршілес тайпаларға жасаған жорықтарда жеңіске қол жеткізіп, олармен одақ құрып, үш тайпаның бірлестігін құрды. Ацтектер тіршілігінде негізгі өндіріс саласы жерді суландыру болды. Олар кішкентай жасында аралдар, жүзбелі бақ жасап шығарды. Еуропа, Орталық Америка халықтары әсіресе ацтектер арқылы бұршақ, какао, томат өсімдіктермен танысты. Ацтектер түйетауық, қаз, үйрек асырады. Үй жануарларынан ит қана асырады. Олардың өмірінде аңшылық маңызды рөл атқарған. Сонымен қатар, олардың өмірдегі маңызды сәулет туындысы деп біздің заманымызға дейін жеткен баспалдақты пирамидаларын және безендірілген ғимараттарын айтуға болады. Жоғарыдағы мәдениет пен қатаң әдет ғұрыптың үйлескен қағидалары ацтектер өркениетінің ерекше сипаты деп айтуға болады. Тапсырма. Салыстыру кестесі. Сіздерге 3 жақты кесте берілген. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші бағытында қоғам қызметінің аясы, екінші бағытында ежелгі өркениет, үшінші бағытында өркениеттің өзгеруі. Тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырма зерттеу сұрағы. Сұрақты оқимын. Африка, Америка және Океанияның тізімінен бір өркениетті таңдап алып, Еуропалық өркениет, Африка, Америка, Австралия дәстүрлі өркениеттерін өзгертті.
атты тақырыпта зерттеу жүргізеді. Кері байланыс. Жарқын жұлдыз. Етістіктен аяқталған сөйлемдермен жұлдызды толтыру.